Азан радиосында ғибратты әңгімелер. Ассалаумағалейкум ардақты көрермен, Азан Атырау радиосының тыңдармандары. Біз Астана қаласындағы Әзірет Сұлтан мешітінде отырмыз. Осы бас қаладағы сұхбаттар циклін жалғастырамыз. Қазір менің жанымда Астана қаласындағы Көктал мешітінің бас имамы Сәбит Ережепов мырза отыр. Біз бүгін берекелі отбасы туралы сұхбат өтеміз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Біз де қош көрдік. Негізгі мақсат дін мен дәстүрді сабақтастыру. Жалпы отбасы ұғымында да, оның ішінде берекелі отбасы ұғымында біздің дәстүрімізбен біте қайнасып жатыр. Жалпы шариғатымызда берекелі отбасыны қалай суреттейді, қалай деп келтіреді, сол туралы баяндасаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Әрине отбасы ең әуелі оның бастамасы екі жастың сол қосылған күнінен басталады. Өйткені ол шариғатымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шәрифінде мынау сөз жеткізеді. Отбасы құруға байланысты пайғамбарымыздың өзінің сүннет екенін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам яғни жақсы жар таңдауын, яғни сол жардың тақуа болуын, сол жардың кішіпейіл болуын, сол жардың болашақ менің яғни бала шағамның анасы болады деген жақсы бір ниетпен отбасы құрады. Міне, қазіргі уақытта осы нәрсені алатын болсақ, шындығында екі жас әуелі екеуі бірін-бірін қалай сүйіспеншілікпен, жақсылыққа екеуін сондай жақсы көріп қосылған болса, сүйіспеншілікпен қосылған болса, міне сол сүйіспеншілігі, сол бірін-бірін жақсы көруі, яғни өмірдің соңынан жалғасуы керек. Бұл жерде бұл мәселені айтып отқан біріншіден екеуі бір-бірін сол әуел бастан жақсы түсініп бір-біріне қосылды. Міне енді отбасының мысалға сол уақытта қалай қосылған болса, кейінгі жағдайда да сол отбасы сол жүрісін, сол бір-біріне сүйіспеншілігін, бір-біріне сыйластығын сақтауы қажет. Қазір бізде жанжал көп, Қазіргі таңда біз осы мәселені алатын болсақ, өйткені мына жастарымыз қосылады, бір-бірін сүйдім, күйдім дейді. Одан кейін мәселе басқаша болып шығып жатқан жағдайды біз көріп отырмыз. Неге? Өйткені біз мешіт имам болғаннан кейін, мешітте қызметіміз жасағаннан кейін бізге әрбір отбасының ер жағынан да, әйел жағынан да сұрақтармен келеді. Өйткені сұрақтарға байланысты біз олардың қанша уақытта өмір сүргенін сұрайтын болсақ, бір-бірімен қанша уақытта бірге жүргенін, қанша уақыт бірге өткізгенін сұрасаңыз, сонда арызмайтын ғана уақыт. 2 ай болды, 3 ай болды, азғантай уақыт. Сонда біз шындығында қоғаммен тығыз байланыс, ол имамның жұмысы болғаннан кейін, имамның қызметі болғаннан кейін, әрине пайғамбарымыздың хадис шәріпі, Құран аяттарын жеткізу бізге міндет болғаннан кейін, осы отбасына біз шариғаттан түсіндіре бастаймыз. Қазір таңда сөздің ішіне кіріп, кей кезде үлкен тойларда да болып жатамыз. Тойларда әрбір үлкен кісінің сөз сөйлеген кезде, тілек тілеген кезде бақытты болуды айтады да, бірақ бақыттың негізгі моральдар, негізгі оның қандай болу керектігін түсіндіре алмайды. Тарқатып айтсаңыз, бақыттың негізгіне келер болсақ, ең үлкен бақыт мысалға екі жасқа сол тойдың үстінде жақсы тәрбие беру. Бұны біз қайдан аламыз? Бұны біз Әли мен Фатиманың бас қосуын, яғни екеуінің қосылғандағы жайында пайғамбарымыздың жақсы өсиетінен аламыз. Неге десеңіз, пайғамбарымыз ол екеуіне бата дейміз ғой, жақсылық тілеген кезде ашуланбаңдар деген екен. Осы сөзді 3 мәрте айтқан дейді пайғамбарымыз. Ашуланбаңдар. Қарашы. Шындығында осы әдемі сөзді біз сол екі жас, яғни сол шағанақ құрып атқан жастарға осындай өнегелі, сол өсиет болатын жақсы сөздер айтуымыз керек. Өйткені олар болашаққа қадам басып атқаннан кейін пайғамбарымыздың осындай бір әдемі сөздері мен пайғамбарымыздың өмірлік, яғни оның отбасындағы жағдайларды көп айтуымыз қажет. Ашуды қалай тізгіндейміз? Қазір менің жүйкем әлсіз, менің мінезім осындай, осылай болып кетем деген сияқты адамдар бар ғой. Абай атамыз айтады, мінезі түзелмейді деген адамның тілін кесер едім. Бірақ бұл бейнелі сөз ғой, енді ешкім тілін кеспейді. Әрине.
сіздің алдыңызға көптеген адамдар келеді, жаңа өзіңіз айтқан сұрақтармен. Қалай деп кеңес бересіз оларға? Жалпы бұл кеңес әрине мынау отбасының үлкен тәрбиесін көрсеткен, отбасының берекесін кіргізе білген пайғамбарымыздың хадисінен білеміз. Пайғамбарымыз бізге нені үйретеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біріншіден әйел кісі ашуланатын болса, ер кісі қою керек. Егер ер кісі ашуланатын болса, әйел кісі кетіп қалу керек. Яғни ол ер мен әйелдің арасында міндетті түрде олардың сол ашу ызасын былайша айтқанда ажырасуға дейін апаратын шайтан лағына. Шайтан екеуінің арасын от салады. Сол үшін пайғамбарымыз бізге әдемі сөзімен жеткізіп қойған. Яғни осы ер кісі ашуланатын болса, әйел кісі қоя салу керек, әйел кісі ашуланатын болса, ер кісі қоя салу керек. Міне. Біз қазір қоя салып жатырмыз ба сол? Біз қазіргі таңда бұл шынайы шариғатымыздан хабар болмағаннан кейін, шариғатымызға аса мән бермегеннен кейін, яғни сол шариғатымызда отбасылық мәселесіне көп зер сала бермейміз. Соның аясында кей кезде осы жанжал шығып, сол жанжалдың арқасында ажырасатында жағдайға жетіп жатыр. Яғни бұл отбасының былайша айтқанда шырқын бұзып, берекесін кетіретін жағдай. Сол үшін де біз көбіне отбасының берекесін кіргізетін жағдайларды айтуымыз қажет. Өйткені мысалға мен өзім айтар болсам, осындай бір жағдай кездескен, сол кезде біз қазіргі таңда бізге мысалға біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасының өзіміз муфтиятымыздың арнайы осы отбасы деген мәселесі бар. Яғни бұл мәселеде отбасылық күндер болады, отбасылық сондай бір семинарлар болады, отбасылық жағдайға байланысты отбасылардың бәрін жинап, осы пайғамбарымыздың отбасы қандай болды, соған байланысты біраз шариғатын және хадис шәріптердің сол жақсы жақтарын біз түсіндіреміз. Ал енді жаңағыдай ұрысып керісіп келген жастарда кездеседі. Мысалы тіпті келеді, біз ажырасатын едік, екеуміздің мешітімізден некеміз қиылды, енді мешітімізден осы бізді ажырасу мәселесін түсіндірсеңіздер деп келеді. Бұл трагедия ғой. Бұл болған оқиға. Шындығында біз бұл мәселеде не дейміз? Бұл мәселеде екі жастың екеуіне ақыл кеңесімізді айтып, пайғамбарымыздың шындығында әдемі сөздерін осыған жеткізіп, тіпті оларды сол әрбір сөз айтылған кезде олардың, яғни бала шағасы ертеңгі біреу оған ата-ана боламайды, біреу оған әке боламайды деген сияқты мәселелер түсіндіріп, кейін мешітімізден екеуі татуласып, бірін-бірі түсініп кеткен жағдайлар да бар. Бұл жақсы ғой. Жақсы әрине. Ұрыс керіс болған үйде берекесі жоқ үй дейді ғой қазір. Әрине. Ол үйде бір ынтымақ болмайды дейді. Әрине. Бір күн ұрыс болған үйде 40 күн береке қашады. Дұрыс. Біз жаңа айтып жатырмыз, бақыттың кілті осыда, берекенің кілті осыда. Бірақ өзіңіз айтқандай тойда бақытты болсын, жастар бақытты болсын дейді. Бірақ біз бақытқа қалай жететінін айтпаймыз. Менің ойымша, қай жерінен мүлт кеттік десек, біз осы жерден әрине. Біз бір нәрсеге бағыттап береміз, бірақ оған баратын жолды айтпаймыз. Әрине. Қолыңа қармақ бердім, балықты өзің ұста дегенге бұл келмейді. Өйткені үйлену деген қарағым алғашқы баспалдақ қана дейді. Әрине. Қалған мәселенің барлығы отау құрғаннан кейін басталады. Шаңырақ көтергеннен кейін. Сынып кетіп жатқандар көп. Әрине. Біз қай жерден олқылық жібердік? Жалпы бұл жердегі жастардың арасындағы мәселеге келер болсақ, шындығында бұл жерде ең әуелі осы діннің мәселесі, пайғамбардың өсиеті, Құранның аяттарынан біз үзінділерді мүмкін білмегендіктен, мүмкін біз әрбір сол жастардың ішіндегі олардың ер кісіге, әйел кісілерге мүмкін біздің сөзіміз, шариғатымыз, мүмкін насихатымыз олар естімеген шығар, мүмкін олардың жүрегіне жетпеген шығар. Өйткені әрбір әйел өзінің болашағын, ол болашақ жарын таңдағаннан кейін, ол міндетті түрде оның жүрегінде, оның болашағында жақсы ана боламын, жақсы ұрпақ тәрбиелеймін деген ұғым тұру керек. Міне ол ең басты мәселелердің бірі. Ер кісіге де тура сол мәселе. Ер кісі болашақ жақсы ата боламын, жақсы әке боламын, ұрпағымды осылай тәрбиелеймін, кейінгі ұрпақ өзімнің мысалға әрбір
ер кісі, әйел кісі сол Абай атамыздың ата анасы сияқты тарихта қалатындай жағдайды жасау қажет. Ажырасып кетіп жатқан, берекесі тарқаған, базар тарқаған дейді ғой, қазақ отбасыларының көбінде проблема қарыз болады. Бір-бірін түсінбейміз деп, кейін айналып барып астарына үңілген кезде ол құмар ойын болуы мүмкін. Ол ердің тарапынан бір ағаттық кетуі мүмкін, көңіл бөлуі мүмкін. Әйелдің тарапынан сондай бір дөрекілік болуы мүмкін. Бірақ жаңағы жанжал кез келген отбасында болады. Бірақ соны алдын алып тізгіндей алған нағыз мықтылық дейді. Ер мен әйел нағыз берекелі отбасына жетеміз десек, нені басшылықта алуы тиіс? Ең бірінші, қандай да бір қиыншылық болмасын, соған сабыр ету. Сабырдың соңы? Сабырдың соңы жақсылыққа жету. Бұған риясыз сеніп, бұған мысалға мынандай мәселе бар. Пайғамбардың уақытысындағы пайғамбарымыздың мысалға отбасына мысалға келер болсақ, пайғамбарымыздың отбасына, пайғамбарымыздың заманында ол уақытта қазіргі таңдағыдай ағыл тегіл ешқандай бір берекелі сондай бір олардың жағдайы болған жоқ. Қазіргі таңда мысалға алатын болсақ, көбіне сол отбасында материалдық жағдайға байланысты ұрыс керіс шығып отыр. Материалдық жағдайға байланысты. Егер біз осыны алатын болсақ, материалдық жағдайға келер болсақ, шындығында әрбір адамның мысалға басынан сынақ өтеді. Мысалға ер кісі кезінде жұмыс істеп тұрған кезде ол жақсы отағасы болды. Мысалға деймін да. Әйел мысалға оның жағдайын жасады, басқа да жағдай. Бірақ сондай бір уақыт келді, отағасы бүкіл жағдайынан жұмысын айырылды. Мысалға деймін да. Міне осы жерде әлгі әйел кісі үлкен бір сынаққа қалады. Ер кісі де сынаққа қалады. Бұл Алланың сынағы. Яғни бұны сынақ деп түсінуіміз керек. Аллах тағала оларға кезінде жақсылықты, яғни сол бір жұмысы жақсы болып тұрған кезде олардың жаңағы отбасында сондай бір жақсылықтар болды, бірақ ол кезде ол не істеді? Қуанып жүрді. Ал енді қуанышпен кішкентай ғана бір реніш бірге жүреді. Қуаныш деген қарағым бір сәттік қана. Әрине, сол сияқты нәрседе әйел кісі де ер кісі сабыр ету керек. Өйткені жаңа айтып отырмыз ғой, кейбір ер кісілер сондай бір қиыншылыққа шыдамай, тіпті жаңағы құмар ойынына кетіп, немесе жаңағы арамға дейін, мысалға деймін да, сол нәрселерге дейін кететін жағдайлар бар. Бірақ дегенімен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір сынақ келген кезде сол сынаққа шыдаған адам, сол сынақты, яғни сынақ деп білген адамға Аллах тағала оған 60 түрлі артынан жақсылық береді дейді. Қараңызшы, бұл пайғамбардың өсиеті. Сіз жақсы әңгіме айттыңыз. Енді таяқтың екі ұшы бар ғой. Мәселен екінші жағын қарауымыз керек. Үйленіп алғаннан кейін ажырасу ол мәселеден шығатын жол емес. Кейін ішімдікке салыну, түрлі сол сияқты жаман әдеттерге салыну тығырықтан шығатын жол емес. Өзіне қол жұмсау тіпті ақыры жаман нәрсе. Ең дұрысы сабыр дедіңіз. Ішетін тамағы жоқ, ақша жоқ. Қайтып адам сабыр етпек керек? Жалпы мынандай мәселе бар. Мысалға, қазіргі таңда біз өзіміз көріп отырмыз. Қоғамда ерлі зайыптылардың арасындағы ешнәрсе жоқ деген мәселесін біз көрдік. Сондағы арзымайтын азғантай қаражаты. Яғни айлық дейміз. Айлықтың азына ренішін білдіріп жатқан әйел кісілер бар. Көрдіңіз ба? Міне, қанағат, сабыр содан басталады. Сізге Аллах тағала аз да болса тамшылатып тұр ма, сол тамшылатқан нәрсесіне шүкір ету керек. Бір адам бар ғой, мен 500 мың теңге табамын айына. Әрине. Бірақ берекесі жоқ, суы жоқ болып кетеді. Бір адам айтады, мен тура сондай отбасы 100 мың теңге табамын, бірақ маған айдың соңына дейін жетеді. Бұл парадокс деп алып қарай алмайсыз? Шындығында бұл жерде мысалға отбасындағы көп қаражат табатын адам, ол көп қаражат жұмсайды. Оны мысалы логика келетін болсақ. Ал енді қаражатын аз ғана табатын адам, ол үнемдейді. Ризыққа тіреп қойға бола ма осы мәселе? Әрине болмайды. Аллах тағаланың әрбір адам баласының, яғни қолына берген дүниесін, Аллах тағаланың жаңағы беріп жатқан рызықын өзі үнемдеу керек қой. Үнемдеп жеткізу керек.
Яғни біз қалай айтамыз, кейбір жағдайларда мысалы қаражатың көп болатын болса, сен қаражатың үстіндегі киіп жатқан киімің болса, сен оның үстінен тағы да киім алуың, немесе көлігің жақсы көлік болса, одан да жақсы көлік алу, бұл жерден шығу болып айтқанда. Қанағат керек. Қанағат керек қой. Қазақта бір әдемі салт бар. Әдемі сөз бар, иә. Әдемі сөз бар, салт бар. Мынау жаңадан отау құрып жатқан жас жұбайларға өзінің еншісін беріп бөлек отауға сайлап береді. Еншісін беру деген сөз менің түсінігімде ол жаңағы алғашқы жағдайын жасап беру. Жағдайын жасап беру. Дұрыс. Бізде қазір бар ол, бірақ басқа форматта жүзеге асып жатыр. Екі адамға жаңағы Дубайға билет қыдырып келіңіздер, бұл сіздерге берген еншіміз деген сияқты мәселе. Дәл осы дәстүрімізді кері жандандыру керек емес пе? Жалпы осы енді ол жағы да кездеседі, бірақ басқа жағы да бар да. Кейбір отбасылар алғашқы, мысалға біз көріп отырмыз ғой, интернет желісінде байқаймыз, көреміз. Мынау бір нені көрдім мен, бір жағдайды. Екі жас үйлену тойын, оған жиналған қаражатын қайырымдылыққа жұмсаған. Бұл жақсылық? Бұл жақсылық. Неге? Өйткені шындығында екеуінің жақсылығы бірге қосылып жатқан, екеуінің сол алғашқы қосылған күнінің қуанышы, яғни тойы қайырымдылыққа жұмсалып жатыр. Мысалы, жақсылық сол емес пе? Қайырымдылықтың қайтарымы бар. Неге? Қайырымдылықтың қайтарымы тек жақсылық деген. Олар іргетасын қалап жатыр. Неге? Өйткені қазіргі таңда біз енді оны ешқандай кемшілік деп санамаймыз. Егер де оларға сондай бір сый, яғни демалысқа, немесе бір саяхатқа бір сый жасап жатқан болса, ол енді ешқандай бір оған біз шариғатымыздың талабы бойынша ешқандай бір не емес ол. Қайшы емес. Дегенмен де біз оларға сонымен қатар бір-біріне деген сүйіспеншілігінің, яғни бір-біріне деген махаббатының сондай бір жақсылығымен жалғаса берсе деген мақсатта шығар. Заманға сай адам. Мысалға деймін да, сондай бір жақсы мақсатта істеп жатқан шығар деймін да, мысалға. Бірақ дегенмен де қазіргі уақытта біз көбіне жастарымыздың басқа өзіміз айтамыз ғой, басқа стильге еліктеуі. Мысалға той қазіргі таңда үрдісін қарайтын болсаңыз, мысалы жастардың ол жердегі тойдың ішіндегі мысалға бізге сай емес, салт дәстүрімізге сай емес жағдайға мысалға сондай бір жағдай жасап жатқан біз көріп отырмыз да. Дегенмен де той деген өзіміздің салтымыздың, халықтың қазынасына сай жасалу керек. Қош Сәбит аға, біз осы тәтті жерінен үзейік. Берекелі отбасы туралы айта беруге болады. Әрине. Бірақ осы мынау уақытта заманда уақыт үнемдеп аз ғана ой қалдырсақ жеткілікті көрермен тыңдарманға. Әрине. Қадірлі көрермен тыңдарман, сіздер Азан Атырау радиосынан ислам және жанұя бағдарламасын тыңдадыңыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыздар. Азан радиосында ғибратты әңгімелер, тағылымды ой тұжырымдармен жаныңа азық сыйла, кемел адам бол.